أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат. Алла субхана ва тағала баршамызға екі өмірдің жақсылығын берсін. Алла субхана ва тағала баршамыздың отбасымызға құт береке берсін. Мынау бүгін сіздермен қозғағым келіп тұрған тақырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы көру. Біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы көру бұл иманнан болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы көру бұл адамның иманының шын екендігін көрсететін бір айғақ негізі. Кейде пайғамбарымызды мойындамай, кейде тек Құран деп айтамыз ғой. Алайда Алла субхана ва тағала бізге Құранда былай дейді: Құл ин кунтум тухиббуна Аллах фаттабиуни юхбибукум Аллах дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр да, айтқын, егер олар Алланы жақсы көретін болса, маған еріңдер деп айтқан дейді. Алла сендерді жақсы көреді дейді. Сендер күнәларыңды кешіреді. Қарап тұрсақ, Алла субхана ва тағала өзін жақсы көретін, жақсы көрем деп айтушыларға айтып жатыр да, сен шынымен Алланы жақсы көретін болсаң не, онда пайғамбардың жолына ілес деп жатыр. Өйткені бұл адамның иманының шын екендігін растайтын нәрсе. Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тағала айтады: وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Алланың елшісі сіздерге нені алып келсе, оны алыңыздар. Не нәрседен қайтаратын болса, одан тыйылыңыздар дейді. Қараңыздар. Алла субхана ва тағаланың өзі Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыздың алып келген, немесе пайғамбарымыз жасаған амалды, пайғамбар бұйырған амалды жасауды не бізге бұйырып жатыр да, алыңыздар деп жатыр. Және пайғамбар қайтарған нәрседен қайтыңыздар дейді. Біз баршамыз білеміз, Құран-ы Кәрим 23 жылда түсті. Сол Құран-ы Кәрімде кей аяттар толық үкім толық айтылған болса, кей аяттарда қысқаша баяндалған болса, намаздың оқу үкімдері толық айтылған емес. Кейбір мәселелер айтылған болса, мына фараид ілім айтылған да, бар басқа ілімдер айтылған емес та. Сонда оның бәрін бізге түсіндірген кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да. Сол үшін Алла субхана ва тағала айтып қойды да, мені жақсы көретіндер пайғамбарға ілессін деді. Қараңыз да, қандай ұлы амал. Қарап тұрсақ, пайғамбар жақсы көрместен біз мына өмірдің де ақыреттің де бақытына қол жеткізе алмаймыз.